Коннун эсас вақалары ақса тарифтімеге азырмыз. Студияда мен Султан Истакаева çalışам, қайырлы ақшамлар. Қорантадан юққан хасталық ярымадада дайықы хаста белгіленді. Оператив штабының топлашығында кенеде қырымларға евде самоизоляцияда отырмаға чақырдылар. Акимет режимі біраз бош тұтмаға азырмы. Майыс айында мөсселер насыл çalışacak? Бұл ақтанып бетті келефамызда. Эсапларға көре бүгінгі күнде ярымадамызда 53 хаста бар. Олардан 30-ы бұл кетірілген қасталық. 23 адам есе Қырымда хасталанды. Олар инфекцион станцияларда тедавиленелер. Оларның контактлары білгеленді. Тебе көзетілу фалы барыла. Один контакт – это мужчина из железнодорожной больницы Бахчисарайского района, родственник. Соответственно, близкий подтвердила заражение, и, соответственно, женщина, которая в Сакском районе была госпитализирована, соответственно, тоже ее супруг подтвердился. Ватандашлар yolған мұражатларының эксериеті бизнес суалерінен бағлы. Бір сутка девамында 200-ге яқын шекайет бақылды. Майыс айында çalışып башлайжақ шеркетлер жедвелі тізіле. Муэсеселер Роспотребнадзор идаресінің епсіз талапларына riayet etmek кереклер. Разрешено будет работать организациям и индивидуальным предпринимателям, которые предоставляют услуги салонов красоты, а также парикмахерские услуги. Организации индивидуальных предпринимателей, предоставляющие услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, в том числе ремонт обуви, стирку и химическую чистку изделий. Организации индивидуальных предпринимателей, осуществляющие торговлю строительными материалами, скобяными изделиями, водопроводными и отопительным оборудованием. Тоқтамайып çalışқан ишханелерге де талап айынды. Рөхсет беру бланка везерелер шурасында не шыр етележек. Тавселятлы малюмат ярын тақдим етележек. Уведомлением в данном случае о начале работы будет приложен, так сказать, бланк, так сказать, требований Роспотребнадзора, где должен директор написать внизу: с требованием ознакомлен, обязуюсь выполнять. Подпись, печать, как положено в этой ситуации, с целью того, чтобы мы могли контролировать систему работы этих предприятий. Санитария меселеріне ве хавсызлық чәрелеріне riayet етілігіне де диққат айрылды. Бұзылар бойынша Едіқұйы районы бірінші ерде тура. Сонки сутка девамында анда хавеханелер, бераберханелер ве қанунсыз тижрает алып барылған ноқталар çalışқаны ғайт етілді. Много людей в магазинах и в парке 65+. На рынке работает парикмахерская, магазин бытовой техники, напротив администрации работает кафе с посетителями внутри. То есть все, что нельзя, в поселке Ленина работает. Оператив штабта тевсиелер бойынша яшамаға чағыралар. Бұл сағлық қорчалуына емде сынырланулар тежде лағу етілуіне ярдым етер. Керек олмаған вақыт жема топланған ерлерде барманыз. Егер де бөлек тиячалса, 2 метрлік месафе қында ұнытманыз. Эльмаса Блакимова, Диана Бекмамбетова, Миллет үшін. Америка Қошма штатлары аляда коронавирус хасталары бойынша антирейтингінің бірінші сатарында тұра. Бұл 800 bin адам мутехаслар хабер еткенлеріне көре огде да 2-ші далға олажақ. Ойсе да кергін кечмесі мүмкін. COVID-19 ile бағлы башқа мемлекетлердегі вазиет ақында мұхбірлеріміз білелер. Бүгінгі күнде дүния COVID-19 ile хасталанғанлар аман-аман 2,5 миллион адам. Ондан 150 бинден зиядасы вефат етті. Оның ішінде 25% Қошма штатларға келе. Девлет әнді бір айдан берлі хасталанғанлар бойынша лидер сайла. Мұнда 45 bin адам әлі қолды. Бұл Италия ве Испания Авропада ән кергін вазиеті олған мемлекетлерінден деустун сайы. Мутықасыслар айтқанларына көре огде да эпидемияның 2-ші далғасы бекленілі. Devletimizde hastalık nevbetteki kışta da kergin olacağında eminmiz. Bizde grip ve koronavirüs epidemiyaları bir vakitte rast gelecekler. Buna sağlık saqlav sisteması hazır değil. Авропа. Керган вазет Испания, Италия, Франкистан ве Буюк Британияда. Мында энді 800 бинден зяды коронавирустан зарар көргенлер бар. Алманияда коронавирус пандемиясы тек башланғыч севиесінде. Ләкин да чоқ вақыт COVID-19 ile яшамақ керек олажақ. Бұл ақта канцлер Ангелина Меркель хабер етті. Biz pandemiyanın sonunda değil başında bulunamız. Bu virüsün da çok yaşayacağımız. Virüsün darhalığını toxtattık. Biraz vaxtımız var ve onu sağlık saqlav sistemasını qabiliştirmek için masraf ettik. Италия есе антирейтинг жедвелене теркеті аманда суткада аман-аман 3000 қаста яқшы ола. Бұл девлетте пандемия башланғанындан берлі ән яқшы нетежедір.
Кошма Штатлар эпосы белаларда Қытайны қабатлай. Бөлелікнен америкалылар бу мемлекетте шикает этіп махкемеге аризалар йоллайлар. КНРден ғайыплар ве иқтисади проблемлер тазминат талап етелер. Нью-Йоркта исе бутун дүния сағлық сақлав тешкілятына қаршы да тізілді. Қабат эп оле малюмат сақлануы ве пандемия тоқтатылмасы üçün янлыш әрекетлерінің япылмасы. Если выяснится, что власти КНР преднамеренно скрывали факты распространения COVID-19, то для них должны быть последствия. Но если это ошибка, вышедшая из-под контроля, то это другой вопрос. Бір сыра мемлекетлерді қастылықның ән қызғын ноқтасы әнді кечті. Оларда карантин сынырлары яваш-яваш ләху етілі. Ләкин Авропаның бір сыра соқақлары әвелікі кібі бош. Мұхаммед Зикриев, Айша Шулакова, Милет үшін. Таиландтан келген 18 қырым сакинаны кезлевдеке обсерваторға ерлештірділер. Оларның арасында кичік балалар да бар. Анда олар 2 авта бұлына жақлар. Мевзуна Мұхаммед Зикриев девам етежек. Оларның номерлерінде кереклі әршей бар. Буздолап, телевизор, суық ве сыжақ су. Күнде 3 кере сыжақ аш берілі. Роспотребнадзор все проверил у нас, дал хорошую высокую оценку. Мы полностью экипировали своих сотрудников. Проблем никаких нет. Роспотребнадзор ве обсерватор хадимлері туристлер кетірілген нақлиятына дезинфекция әттілер. Первый день, может, кому-то не нравится, потом видят отношения, что мы тоже работаем, стараемся, чтобы они 14 дней провели здесь комфортно, в хороших условиях. И просьба родственников не привозить продукты. Мы нормально кормим. Нет проблем никаких. Каждому подходим индивидуально. Если диет питания, значит мы готовим диет питания. Повара у нас опытные. Так что не надо возить нам продукты. Яны келгенлер арасында уфақ балачықлар да бар. Проблем нет. Люди находятся под контролем. Будем ждать анализов, а так в течение дня мы заходим, мы проверяем температуру. Обсерваторда Қырымның чешет регионларында келіп чалышқан тиби хадимлер бар. Оларны да комплекс территориясында ерлештірділер. Экімлер үшін 132 номер азырланды. На штабе озвучена проблема дистанционное обучение. Ребенок 3 класс, мы уже ноутбук подготовили, связался я с коллегой, депутатом Ольгой Сергеевной, директор 16-й школы. Сейчас завуч выходит на нас, настраиваем программу, то есть проблем нет, обучение дистанционное будет. Экі хатлы бинада 22 номер азырланған. Мында бірден 120 адамны сығдырмаға мүмкін. Қырым акиметі бұл шерде да бір комплекс ачымаға планлаштыра. Ойынды 300 хаста үшін олачақ. Мұхаммед Зикриев, Асан Ибраимов, Милет үшін. Энді ярын бізлеріні Мұқаддес айының бірінші күні беклей. Рамадан айы 30 күн девам етежек. Ораза вақтында мұсылманлар аш судан веда бір чоқ шейлерден вазгечежеклер. Қырымда пандемия себебінден ораза nasıl tutulacağı hakkında bizim muhbirlerimiz tarif edecek. Teravih namazları kılınmayacak, iftarlarımız kılınmayacak. Elbette ki ne kadar da ökünç, ne kadar da istesek geçmişteki gibi burada yüzlerce insanlarla birlikte iftar etmek çok zevk. Кирсетелген яны қайделер әлбетте Мұқаддес Рамазан айына да тәсір етті. Вебу әнісас сынырланувлардан бірідір. Топлу дуалар, таныш білішлерінен, сойсопнен, қомшыларнен бераберлікте кечірілген ифтарлар, яны оразанын темелі, айры жәйметлі шейлер ясақтыр. Бұл елі коронавирус хасталығы себебінден эпісі жәмелерде кечірілежек дуалар жематтан айры олacak. Қырым мұсылманлардың муфтisi намазларыны қорантада қылмаға чағыра. Рамазан айы мұсылманларының яшайшында бұйық ер ала. 30 күн muhabetlik, қуанч, бірлік мөйтінде кече. Шынды пандемия себебінден әрбір мұсылманның өз фекірлерінен, қоранта азаларының қалмаға ве Аллахқа да яқынча olmağa imkanı бар. Ramazan ayı bütün bu hastalıklardan kurtulmak için bizlere nasip eylesin, kısmet eylesin. Ramazan ayımız bütün evlerimize, ailelerimize hayırlı, bereketler, hastalıklardan, borçlarımızdan kurtulmak ve affedilmemize bizlere nasip eylesin. İnşallah Ramazan bayramımıza Allah bütün bu şeylerden bizi kurtarır ve Ramazan bayramımızı isterik ki bol bol dua etiniz. Birlik beraberlikte
bayram namazımızı birlikte kılmaya Allah bizlere nasip eylesin. Мұхадес айы башланмаздан бір күн евел хамыр ашлар пішірмек әдеті бар. Оны қоқу чықармақ, яғни әвні қавырылған ашнен қоқытмақ керек деп анлаталар. Самоизоляция режимі оразаның қайделеріні бозмай. Рамазан айы девамында ораза тұтқанларға күн доғывдан башлап, күн батқанға же ашамақ, ичмек ясақ. Тек сақлығы зайыф олғанлар ораза тұтмай бөлелер. Садақа берілігі де денішмей. Бізде әр ел Қырым мұсылманлары дини идаресі белгілі бір миқтар çıkara ve belgiley. Bu yılda 250 kumuş can başına verilmesi gerektir. Bilemiz ki Kur'an'da mesela deyik 4 kişi olsa 4 kişi için fitr sadakası verilir. 250 kumuş olsa 1000 kumuş bir Kur'an'da için vermek gerektir bu yıl. Orazan ayısının 24'ünde bitecek. Bütün ay devamında Millet Telekanalının Merhaba Ramazan adlı leyha alıp barılacak. К сожалению, мы не можем сейчас ездить на ифтары и так далее, потому что они не проходят. И к людям домой тоже ездить мы не можем сейчас в этих условиях. Но будут прямые включения по скайпу с имамами. Программанın alıp barıcıları ve musafirleri canlı yayında teleseyircilerinin telefon arkalı verilgen suallerine cevap verecekler. Вот вы видите, сейчас декорации Саба стоят. Вот в этой студии буквально через пару часов начнется монтаж студии Мераба Рамазан. Вот. Вчера мне показали уже, очень симпатично выглядит. Думаю, все наши соотечественники оценят. Ведущие готовы, рубрики готовы. С сегодняшнего дня мы запускаемся. Начало передачи будет в 19:45, сразу после выпуска Хаберлер вечерний. Müftiyatның хадимлері эпісі мұсылманларыны Мұхадес Рамазан айы башланмасының хайырлайлар. Эркезге сағлық ве сабыр тілейлер. София Шукурова, Наджия Исаева, Рамазан Аливапов, Асан Ибрагимов, Миллет үшін. Ақиярлы Зарина Бадоева ярдымға мұқтач 6 айлық қызчыққа дешітлі диагноз қойылды. Арқа дәлелерінің атрофиясы. Яқын вақытқа же бөле хасталық тедавиленмейеді. Кечкенсен не шифаланмақ үміті пейда олды. Левхамызна сейір етіңіз. Зарина Бадоеваның күні зарядкадан башлана гимнастика, адалелер созолыву, массаж, саби беден межгулетлеріні севе. Разминаем ручки. Раз, два. Раз, два, раз, два. Заринanın ömründe ikinci ay başlanған son beden cehetten faalliginin eksilüvü көрініп başlandı. Ana babası birden sıkınıp başladı. Начали ходить по врачам, проводить обследования, в результате которых нам поставили диагноз спинально-мышечная атрофия первого типа. Bu hastalık sık halda bala ölümünün sebebi ola. Orta kararda 8000 baladan birine böyle diagnoz koyula. Hastalıkның alameti şunda ki adaleler yavaş-yavaş çalışmay kala. Это смертельное заболевание. При этом диагнозе наша Заринка не доживет и до 2 лет. Симптомы этой болезни проявляются в том, что постепенно атрофируются все мышцы, все больше и больше захватывая тело. Neticede bala bir şey yutup olamay ve nefes alması toxtala. Bu tedavilengen hastalık dep sayılaydı. Ama keçken sene İsveçre'de bu dert için derman tapıldı. Tek bir ukol gerek ama onun fiyatı $2 milyon ziyade. Ana baba için bu gayet büyük paradır. Şimdiki vakitte 3 milyon rublege yakın para toplanıldı. Bu ilaç hastalıkını toxtatkanı belli. Ничего, доченька. Мы обязательно сделаем тебе укол, и ты сама сможешь собирать эту пирамидку. А пока я тебя учу, запоминай. 1 кубик, 2 кубик, 3. Заринanın takdirine pervasız kalmagan bir adam yardım edebilir. Bank kartalarının rekvizitlerini öz ekranlarınızda koresiniz. Hatırlatamız, Kırımның bir şehrinde koronavirus sualleri boyunca açık bak çalışan. Telefon numaralarınızı siz ekranlarınızda koresiniz. Tafsilatlı malumatını Kırım Hakimiyetinin saytında tapa bilesiniz. Bugünkü bu yapısı haberler Millet Telekanalından ayrılmanız. Hayırlı akşamlar.